Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода президент салаты деп аталатын осындай бір керемет дәмді салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Дәмі енді керемет болып шығады. Жасалу жолы өте оңай және де кез келген қонақты ұялмай күтетін салаттардың бірі деп те айтсақ болады. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен салаттың бетін әсемдегенге бізде картофельный пай қажет болады. Оны біз үй жағдайында жасаймыз. Ең алдымен картопты жуып тазалап, осындай үккіштен өткізіп аламыз және де салқын суды құйып 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Біздегі құрамындағы крахмалы шығуы қажет. Мінекей 10-15 минут тұрды және де бұны 2-3 мәрте дәл осылайынан салқын суға жуып тазалап аламыз. Міне 2-3 мәрте жақсылап жуып тазалап алдық. Енді құрғақ сүлгіге осылайынан қойып картоптарымызды кептіреміз. Бетінен осылай салфеткамен басып отырып картоптарымызды құрғатамыз. Келесі табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз және де кептірілген картоптарымыздан осылайынан бір уыстан алып саламыз. Өзі қуырылып шығады, шамалы араластырамыз және де кішкене қызарған уақытта екінші жағына аударып қуырып аламыз. Бізде 3-4 минуттай уақыт кетеді қуырғанға. Мінекей осылайынан арасында кішкене араластырып тұрамыз. Бізде осындай сары түске енген кезде сүзгішпен жақсылап сүзіп аламыз. Енді қалған картоптарымызды да дәл солайынан қуырып аламыз. Негізінде осындай картофельный пай кәдімгі дүкендерде дайын түрі сатылады. Бірақ өзіңіз алып жасасаңыз, ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай жасалады. Міне біздің картофельный пайымыз дайын болды. Егер де сіздерде артылып қалса, келесі салатқа сақтап қойсаңыздар болады. Келесі жылқы еті немесе сиыр етін жарты сағат қайнатып алып, ұзынша етіп турап, шамалы сұйық майда қуырып алсаңыздар, салатта өте дәмді болып жүреді. Қуырмай қоссаңыздар да болады. Кәдімгі 5 бармақтан қалған піскен еттер болса, оларды да қоссаңыздар болады. Келесі жұмыртқаны қайнатып, ағын ұзынша етіп тураймыз және де қияр, қызанағымызды да видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап аламыз. Міне біздің етіміз дайын және де бір банкі осындай консервадағы жүгері қажет болады. Енді барлығын үлкендеу ыдысымызға саламыз. Енді дәміне қарай тұзымызды себеміз және де кәдімгі майонезімізді қосып жақсылап араластырамыз. Негізінде осы президент салатына кәдімгі ресторандарда байқасаңыздар еттің орнына колбаса қосып жатады. Бірақ маған осылай етпен жасаған өте ұнайды және де дәмі де керемет болып шығады. Мінекей барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді тарелкамызға орналастырамыз. Менде осындай үлкендеу тарелкадан 3 тарелкаға шықты. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне барлығын жақсылап салып алдық. Енді алдыңғы дайындап қойған картофельный пайымызды осы салаттың бетіне әдемілеп видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап орналастырамыз. Бізде осы картофельный пай салатқа ерекше дәм береді және де осындай биік болып өзінің объемын беріп тұрады. Енді қалауыңыз бойынша бетіне осылай укроппен әсемдеп қойсаңыздар болады. Міне қыздар, біздің осымен президент салатымыз дайын болды. Қарап отырсаңыздар өте оңай жасалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.